Ауыл шаруашылығы салаларының ең ежелгі және табиғат жағдайларына тікелей тәуекелді саласы. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы неғұрлым көп тараған сала. Шындығында, дүние жүзінде халқы ауыл шаруашылығының түрлі салалармен айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының барлық жерге таралуы, оның алуан түрлілігіне байланысты. 2023 жылы ауылдарымызда шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісінің жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану, жалға алу, құқығын беру жөнінде 12 конкурс өткізіліп, нәтижесінде 36 шаруа қожалық және бір шектеулі жауапкершілігі серіктестік ашылды. Аталған конкурс арқылы 15.717 гектар жері, соның ішінде 4.400 гектар егістік, 152.000 шабындық, 11.165 гектар жайылым жер учаскелері берілді. Ал жұмыс істеп тұрған шаруа қожалықтарға ісін кеңейту үшін 39.779 гектар жер учаскелері берілді. Жыл санап ауданның ауыл шаруашылығы техникасының паркі жаңаруда. Ақбұлақ ауылдық округінде Нұрым, Бердібай Бекзат, Байқадам, Әлихан, Асқар шаруа қожалықтары, Алмаз ауылдық округінің Алмазная, Ержан, Ардақ ауылдық округінде Төлегенов, Бәйтек, Байсов, Тұлпар шаруа құрылымы, Ақшат ауылдық округінде Еркін, Ембек, Ысық, Ақтау округінің Жәнібек, Ниязбаев, Нұрбек, Сұлтанбек, Асар, Қарағаш ауылдық округінің Ақсуат шаруа құрылымы, Тұрсынов шаруа қожалығы, Шыңғырлау ауылдық округінің Елес шаруа қожалығы, Ақсоғым, Абдугалиев, Шыңғыс шаруа құрылымдары ауыл шаруашылығы техникаларын жабдықтарын сатып алды. Жыл басынан бері ауданда 4 дана комбайн, 2 дана John Deere, 1 дана New Holland және 1 дана Vector, 20 дана тракторлар мен 35 дана ауыл шаруашылығы техникаларының жабдықтарын сатып алуға 530 миллион теңге инвестициялық салымдар тартылды. Шаруалар өз жайылымдары мен егістіктерін электронды бақташымен қоршап, атап өтсек, Ерғанат Групп, Өнім, Жасылаң, Баянас, Айтмұхамбет, Нұрсұлтан 23 шаруа құрылым өз жұмысында күн панельдерін қолдануда. Сонымен қатар жайылымдарды суландыру бағдарламасы бойынша 8 құдық қазып, мемлекет тарапынан қолдауларын алып отыр. 2023 жылдың өніміне аудан бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық егіс алқабы 38.529 гектар, соның ішінде дәнді дақылдар 7.853 гектар, майлы дақылдар 4.493 гектар, мал азықтық дақылдары 25.983 гектар, картоп пен көкөніс бақша дақылдары 200 гектарды құрады. Егін жинау жұмыстарының қорытындысы бойынша ауданда дәнді дақылдар 7.716 гектар алқаптан 18.16 центнер гектарынан өнімділікпен 14.384 тонна астық жиналды. 4.493 гектар майлы дақылдар алқабынан 5.248 тонна өнім алынды. Орташа өнімділігі 11.17 центрға жетті. Шыңғырлау ауылында 50%-дан астам жеке тұрғындар күнделік қолданысқа байланысты бау-бақша егумен айналысады. Сондай-ақ Амангелді ауылының тұрғыны Лесіп Жүсіп, Алмас ауылының тұрғыны Мырзағалиев Танат, Айтқалиев Ержан, Бейсенбаев Асқат және Шыңғырлау ауылының тұрғыны Рут Петр 3-ші жыл қатарынан бау-бақша егіп, өнімдерімен ауыл тұрғындарын қамтуда. Ауыл шаруашылық өнімдері тұрғындардың басты азығы. Аудан тұрғындарын ауыл шаруашылық өнімдерімен толығымен өзіміз қамтуымыз керек. Биыл бірінші рет бақша өнімдерін егуді қолға алған Ақсоғым ауылынан Абдугалиев шаруа қожалығы 1 гектар жерге картоп өнімдерін отырғызып, жиын терін уақытында нәтижелі өнім алды. Шыңғырлау ауылдық округінде Гефес, Ақтау ауылдық округінде Сұлтанбек, Әшсай ауылдық округінде Мырзағара шаруа қожалықтары жиналған өнімдерді жергілікті базарлар мен азық-түлік дүкендерінде және сенбілік жәрмеңкелерге сатылымға шығарылады. Аудан орталығында 1 тамыз, 1 қараша аралығында әр сенбі жексенбі күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылып өткізілді. Облыс орталығында белгіленген кестеге сәйкес өтетін жәрмеңкелерге ауданымыздың шаруа құрылымдары өз өнімдерін шығарды. Жыл сайын Астана қаласының өңірлерінің қатысуымен дәстүрлі түрде өтетін ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне ауданымыздың Ризық Групп, Ақтау жауапкершілігі шектеулі серіктестері Асқар, Диас, Бегім, Қадиша шаруа қожалықтары қатысты. Ауданымызда жылыжай шаруашылығы жылдан жылға аса қарқынмен дамып келеді. Қазіргі таңда Әшсай ауылдық округі аумағындағы Амангелді ауылында Аруман жеке кәсіпкер басшысы Хайрушин Иляс Кенжеғалиұлы жұмыс жасауда. Көлемі 500 шаршы метр құрайтын 2 жылыжайдан 2,15 тонна өнім жиналады. Биылғы жылы 3-ші жылыжай құрылысы басталып кетті. Биылғы жылы ауданымызда Амангелді агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі базасында 2 мәрте облыстық егінжай күні өткізілді.
Бұл шараға Ауыл шаруашылығы министрлігінен, Қазақстан фермерлерінің қауымдастығы, басқарма төрағасының орынбасары Лидия Франция компаниясының құмай нарығын дамыту жөніндегі басшысы, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары және облысымыздың шаруа құрылым басшылары қатысып, шара жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Ағымдағы жылы Шыңғырлау ауданының 95 жылдығына орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Сол шараның жақсы өтуіне белсенділік танытып атсалысқан Жара шаруа қожалығы, автокөлік, Лада гранты, Өнім шаруа қожалығы бір бас түйе, Акиіп шаруа қожалығы бір бас ірі қара малы, қалған шаруашылықтар қаржылай қолдау көрсеткені үшін алғысымызды білдіреміз. Жараш жаңа жер шаруа қожалықтары Амангелді агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудандағы егін шаруашылығындағы жетекші шаруашылықтардың бірі. Осы жетекші шаруашылықтарда егіннің бітік шығуына, жер құнарлығына көп әсер ететін минералды сұйық және органикалық тыңайтқыштар, гербицидтер белсене қолданылады. Жараш шаруа қожалығы өз егістіктеріне органикалық тыңайтқыштарды қолдануды қолға алды. Аудан бойынша 2023-2024 жылдардың мал қыстағына қажетті 125.743 тонна шөптің 144.865 тоннасы немесе қажеттілігі 115,2% тайындалды. 2023 жылдың 1 қарашасында ірі қара мал 54.554 бас, қой мен ешкі 51.959 бас, шошқа 159 бас, жылқы 10.944 бас, түйе 64 бас және құс 49.860 басты құрады. 2022 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда ірі қара мал 15,9%-ға, қой мен ешкі 8,8%-ға, жылқы 20,2%-ға, түйе 6,7%-ға, құс 3,8%-ға артып отыр. Жыл басынан бері ет тірілей салмақта 3507 тонна, 2022 жылмен салыстырғанда 100,4%-ға, сүт 14.654 тонна, 100,7%, жұмыртқа 3.385 мың дана, 100,5% өндірілді. 2023 жылы 14.100 бас тауарлары ірі қара мал аналығын тұқымдық түрлендірумен қамту жоспарланып, бүгінгі күнге нақты қамтылғаны 14.771 басты немесе 104,7% құрады. Ірі қара мал аналығын тұқымдық түрлендірумен қамтуының жалпы мал басынан негізгі үлес салмағы 56,2% құрады. Сондай-ақ 5200 бас қой аналық малын тұқымдық түрлендірумен қамту жоспарланып, қазіргі таңда орындалу көрсеткіші 4822 басты немесе 92,7% құрады. Бұл жұмыстар жалғасуда. Сонымен қатар қоғамдық және тауарлар ірі қара мал табының өсімін молайту үшін 52 бас етті сүтті тұқымдардың асыл тұқымды бұқалары пайдаланылады. Сыйымдылығы бір мезгілде 1000 бас бордақылау алаңдарына 1810 бас бұқашықтарды өткізу жоспары беріліп, 10 ай қорытындысы бойынша 1695 бас өткізілді. Жоспар бойынша 93,16%-ға орындалды. Асыл тұқымды мал өсірумен 31 шаруашылықтар айналысуда. Соның ішінде асыл тұқымды етті бағыттағы ірі қара малын өсірумен 26 шаруашылық айналысады. Оларда 5621 бас тіркелген. 2022 жылға 20 шаруашылық 3540 бас. Асыл тұқымды мал басы 58,7%-ға өсті. Оның Қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малы 4525 бас. Герефорд асыл тұқымды ірі қара малы 492 бас. Абердин Ангус 604 бас. Асыл тұқымды ірі қара мал басымен айналысатын ірі шаруашылықтар Ерғанат Груп, Логистик Примум, Ризық Груп, жауапкершілігі шектеулі серіктестері, Ақсуат Әл-Фараби, Бауырым шаруа қожалықтары. Асыл тұқымды қой өсірумен 5 шаруашылық айналысады. Оларда барлығы 2114 бас тіркелген. Асыл тұқымды қой шаруашылығымен айналысатын ірі қожалықтар Еділбай қойы, Ерғанат Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Бердібай Бекзат, Имран, Қазақтың құйрықты қылшықты Басурманов шаруашылығы, Ақжайық етті жүнді тұқымы Жайдар шаруа қожалықтары. Асыл тұқымды мал басынан үлесі ірі қара 5621 бас, 10,11%, ұсақ мүйізді мал 2554 бас, 4,19%. Ауданның шаруа құрылымдарына 2023 жылдың 1 қазанына 594,3 миллион теңге көлемінде субсидия төленді. Оның 444,4 миллион теңгесі мал шаруашылығы саласын асыландыру бағытында атқарылған шараларға және сатып алған ауыл шаруашылығы техникаларына 149,9 миллион теңге. Бүгінгі таңда Ақжайық мекемесіне 76 адам 489,16 миллион теңгені құжат тапсырса, 76 адам 489,16 миллион теңге құжаттары мақұлданып,
65 адамға 441,1 миллион теңге көлемінде несие берілді. Жоба аясында ауданға 34 жеке кәсіпкер 245,4 миллион теңгеге 310 асыл тұқымды Симментал, Қызылдала, Красная Степная тұқымды ірі қара аналық және 2 бұқа мал бастары алынды. Соның ішінде Шыңғырлау агро кооперативі 34 бас аналық, 1 бұқа 27 миллион теңге. Шеңгірлау кооперативі мүшелері 38 бас аналық 39,1 миллион теңгеге. Кейбір жеке кәсіпкер атап айтсақ бұл Жангужиев 10 бас 8,17 миллион теңгеге. Хамитов жеке кәсіпкер 11 бас 8,13 миллион теңгеге. Рахметова жеке кәсіпкер 13 бас аналық 1 бұқа 8,16 миллион теңгеге. Абдугалиева жеке кәсіпкер 15 бас 7,18 миллион теңгеге. Қабен Алихан жеке кәсіпкер 14 бас 8,16 миллион. Мұхаммед Қалиева жеке кәсіпкер 13 бас 8,16 миллион. Жасмин жеке кәсіпкер 8 бас 8,16 миллион теңге. Сонымен қатар 5 жеке кәсіпкер 55 бас тауарлары ірі қара мал. 9 жеке кәсіпкер жалпы 448 бас қой сатып алды. Оның 25 басы асыл тұқымды. 27 жеке кәсіпкер асыл тұқымды мал сатып алған үшін субсидияға өтінім беріп 39,16 миллион теңге көлемінде субсидия алды. Сонымен қатар Ермағанбетов жеке кәсіпкер 7,12 миллион теңгеге несие алып фастфуд пунктін ашу үшін киоск. Светлана жеке кәсіпкер 8,15 миллион теңгеге ұңғыға құдық қазу жобасын сатып алу өз кәсібін бастады. 2023 жылдың 1 қарашасында негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 3 миллиард 880,9 миллион теңге. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 235,9% құрайды. 1 миллиард 645 миллион теңге. Ағымдағы жылы бүгінгі күнге ауыл, орман және балық шаруашылығы салған инвестиция көлемі 788,8 миллион теңгеге, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 113,9% құрайды. 692,3 миллион теңге. 2023 жыл соңына дейін 610 миллион теңге жеке инвестициялық жобалар іске асыру жоспарлануда. Ірі инвесторларды атап айтатын болсақ, олар Ораз Мәлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 миллион теңгеге 250 бас ірі қара малы және басқа инвестиция техника мал қоры. Еркін шаруа қожалығы 70 миллион теңгеге 200 бас ірі қара малы асыл тұқымды малын сатып алуға жоспарлап отыр. Сонымен қатар жыл соңына дейін көлемі 200 миллион теңгеге жаңа тракторлар мен ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алу күтілуде. Кәсіпкерлік саласында ірі инвесторлар Арқар бизнес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанар жағармай құю станциясын салу 300 миллион теңгеге, Аруман жеке кәсіпкер жылыжай шаруашылығын кеңейту үшін 10 миллион теңге.